Сәлем балалар, келіңдер, қызықты оқиға тыңдайық. Ақыры жаңбыр жауды. Қандай керемет! Бірнеше күннен соң ұзақ құрғақшылықтан кейін бақтар, егістіктер мен саябақтар гүлдей бастады. Жаңбырды керек уақытта жіберген кім? Жердегі барлық тіршілікті кім қамқорлайды? Бір кездері Израиль халқы жерге жаңбыр мен күн сәулесін беретін жалғыз ғана құдай бар екенін ұмытып кетті. Адамдар өз құдайларын ағаштан және тастан жасап алды. Осы құдайлардың бірін олар Бағал деп атады. Бұл жансыз Бағал оларға астық, жеміс-жидек және мал береді деп сенді. Халықтың бұл адасуына Ахап патша кінәлі болды. Мұның бәрі патшаның Изабел есімді әйелге үйленуінен басталды. Ол әйел шынайы құдайды ешкім білмейтін елден еді. Ол өзімен бірге Израильге өзінің дінін Бағалға табынуды алып келді. Оның ықпалымен Ахап патша Бағалға табына бастады. Бүкіл Израиль халқы патшадан үлгі алып, осы пұтқа табынды. Ильяс Құдайға адал болған израильдіктердің бірі болды. Ол Бағалға табынбады. Бір күні ол былай деп дұға етті. Құдайым, мен сенен сұраймын, осы жерде 3 жыл жаңбыр жаумасыншы. Сонда тек сен ғана бізге жаңбыр мен жеміс-жидек беретініңді бүкіл халық білетін болады. Ильяс Құдай бүкіл халыққа ол ғана жалғыз Құдай екенін көрсететініне сенімді болды. Ильяс патша сарайына шақырусыз барды. Сарайдан өтіп, ол Ахап патша отырған тақ бөлмеге кірді. Ильяс қорықпай патшаның алдында тұрып: Тыңда, Ахап патша, Тәңір ие тірі, сондықтан алдағы 3 жылда бұл жерге бір тамшыда жаңбыр жаумайды. Сонда жалғыз ғана тірі Құдай бар екенін білетін боласың. Осыны айтып, Ильяс патшаның сарайынан шығып кетті. Ал одан әрі не болды? Бұл туралы келесі бөлімнен білетін боласыңдар. Жақында кездескенше балалар, менің атым Әлия.